Қайырлы күн оқушылар, бүгін біз дүниежүзі тарихы пәнінен кезекті сұрақты талдайтын боламыз. Бұл жерде КСРО-дағы индустрияландыру нәтижелері сұралған екен. Дұрыс жауап бізде А, С және де Е варианттары болады. Яғни ауыр өнеркәсіп өсімі, 5 жылдық жоспардың жүйесі, урбанизацияның күшеюі. Оны сіздер 9 сыныптың екінші бөлімінде 140 бетте таба аласыздар. Сол жерде бізде параграф берілген, дәл осы КСРО-ның индустрияландыруы туралы. Енді бұл жерде мысалы қарасаңыздар, мына жерде айтылған. 1927 жылы бізде бірінші 5 жылдық жоспар жасалуды бастады деп. Бұл бізде мысалға мынау С вариантына келеді, дұрыс па? Келесі, ауыр өнеркәсіпте табыстарға қол жеткізді, мата, тері, қант, тамақ және де басқа да жеңіл өнеркәсіп салалары дамыды деп бізде ауыр өнеркәсіпке дамып тұр. Жалпы индустрияландыру дегеннің өзі бізде жаңару, жаңа бір кезеңге өту деп деген мағынаны білдіреді. Яғни, мысалға көбінесе жаңа техникалардың пайда болуы, жаңа бір іс-қимылдардың, мысалы мемлекетке әсер қозғалыстардың пайда болуы индустрияландыру кезеңі деп аталады екен. Яғни, осы параграфты оқи отырып, сіздер КСРО-дағы индустрияландырудың нәтижелерін, салдарын, бізде қандай мүмкіндіктер алып келді, қандай салдар, қандай зардаптар алып келді, соның барлығын осы 140 беттегі параграфтан оқи аласыздар. Ең алдымен бұл сұрақты жаттап алыңыздар. Яғни КСРО-дағы индустрияландыру нәтижелері осы үшеуі жатады. Ауыр өнеркәсіп өсімі, 5 жылдық жоспар жүйесі, урбанизацияның күшеюі деп аталатын. Осы үшеуін жаттап аласыздар. Кейіннен параграфты толық оқып шығасыздар. Урбанизация деген бұл бізде қала халқының бір жерге жиналып алуы. Ол туралы осы бір бетте айтылған. Оны сіздер өздеріңіз толық оқып шығуларыңыз қажет. Өйткені урбанизация туралы өте көп мәліметтер берілген. Сол себепті параграфты толық оқып шығыңыздар.